бүгін фикус бенджамин гүлінің күтімін айтамыз сіздерге. Мысалы, мына ыдыс өзінің өлшеміне сай болып тұр. Мысалы, сіздер гүлді салғаннан кейін тамыры екі шетіне тиіп тұру керек, екі жанына. Мына осы гүл фикус бенджамин. Бұл күнді жақсы көреді. Күнге жарық жеттерде. Бұған күнде өстіп су шашырап тұрсаңыздар, үйіңізде таза ауаны тазартып тұратын болады. Бұның атроскасы өзінің жанында шығады. Бұның жапырағынан атроска шығаруға болмайды. Өзінің жанынан тал сияқты шығады. Мысалы, мынау сарғайып жатыр. Бұл асты жағы неғып жатыр, ескіріп жатыр да. Мысалы, любой неді жапырақтары астынан бастап сарғаяды, уже ескіре бастайды. Ол сарғайғанды просто алып тастаймыз. Мен фикус бенджаминім. Және де сіздерге айта кетейін, бұлар қыспен жаздан күзге өтеді, күзден қысқа өткен кезде көбіне өліп қалады да. Бұның тамыр қалады ғой. Ондай тамыр қалып, сол жайында қалдыра салыңыздар. Ол өлмейді, потом бәрі жапырақтары шығып, міне осы гүлім осындай болған. Кішкентай-ақ еді бұл. 2 жыл алдым, биыл болған жоқ, 2 жыл алдым. 2 жылда өскен гүлім осындай. Су құюы, бұл көп шөлдейді. Бұл сіздер күнде күн ара су құю керексіздер. Мысалы, су құясыздар, су құйғаннан кейін уже мынасы батырып көресіздер, уже құрғап тұрма қолыңыз. Жоқ қоя, намданса, су құймаймыз. Намданған жоқ, қазір менде су құю керек. Су құйғанда қалай? Бір үлкен ыдысты аласыздар, толтырып құясыздар осыны. Бұны толтырып құясыздар. Ол сіңеді, әбден сіңеді, суы сіңіп, астына су ағып кетеді. Потом қайттан жайына әкеп қоясыздар осылай.